Армысыздар, құрметті мектеп алды даярлық тобының тәрбиешілері және ата-аналары. Сіздерге арналған Шашу деген оқу-танымдық кешенді таныстырайын деп отырмын. Шашу деген танымдық кешен міне осындай 8 кітапшадан тұрады. Әртүрлі кітапшалардың ішінде не бары сыртында суретімен бейнеленіп тұр. Бұл жерде ашып қарағанда тек қана бір ғана зат, не бір ғана жануар тұруы мүмкін. Бұл баланың өзіне деген сенімділігін арттырып, көтеру үшін осылай ғана беріліп отыр. Ал енді бұл кітапшалармен жұмыс жасайтын арнайы құрал ретінде біз әдістемелік құрал дайындадық педагогтарға арналған. Бұл жұмыстарды біз педагогтарға тегін береміз. Сондай-ақ жаңа мен сіздерге алма деп көрсеттім. Сол алмамен жұмыс жасау тәсілі міне мына жерде педагогқа көрсетіліп тұр. Нақты осы жоспардың ішінде білім саласында айтып жүрген смарт жоспары да, және де Блум таксономиясы да, және жаңартылған бағдарламада осының ішінде бәрі бар. Яғни осы жерде 35 сабаққа арналған жоспарды біз педагогтар үшін тегін электронды түрін беріп отырмыз. Бұл қазақшасы, яғни мына жерде орысшасы да бар. Ал енді құжат жағына келетін болсақ, мінекей авторлық құжаты бар, ғалымдардың пікірі бар, республикалық кітап палатасының рұқсаты бар, және де министрліктің рұқсаты бар. Ал енді бұны қалай қолдануға болады десеңіздер, өздеріңіздің педкеңестің кеңесімен шешім шығарып қолдануларыңызға болады мектеп алды даярлық топтарына. Қандай бағытқа қолдануға болады десеңіздер, сіздер 5 сала бойынша жұмыс жасайсыздар. 195-ші бұйрықта сіздерде 17 инваратив және 3 таңдау пән деп белгіленген. Соның ішінде қатынасқа сөйлеуді дамыту деп алуға болады. Сондай-ақ шығармашылық сурет салу деп алуға болады. Әлеумет қоршаған ортамен танысу деп алуға болады. Немесе таңдау пәніне Шашу оқу-танымдық кешен авторы Қатшабаев деп жеке жаңағы таңдау пәнінің 3 пән болса, соның біреуіне алуға болады. Ал орыс тілінде осы қатынаста, яғни коммуникацияда 2 қазақ тілі бар. Сол 2 қазақ тілдің біреуіне алуға болады. Ал енді осы Шашу оқу-танымдық кешенмен қолданамын деп жатсаңыздар, сіздерге мархабат.